Оша дәлелеп кеткен, болмаса айнұр кесіп кеткен машина бізге керек емес. Esto, ¿cómo estás, maricón? Маризон деген жамансыз ғой, негізі айтпай ғой. Бірақ мына киісті тату ғой, киіс полигон екен. Мына жерді ұзақтыруға болмайды да. Басыңды жұлып алуы мүмкін. Бізде тренерлер сөйлеседі де, бірақ түсіндірмейді да. Енді ол өте күшті комбинация, әңгіме жоқ, сөз жоқ. Осыны ұрдық қой, 10 жыл ма осыны ұрдық қой конкретно. Тарақта қаншама витаж жатыр, көк төбе, Есентаймол. Осы жақтан баға отыратын болады, осы жақтан пешін болады. Түсіндіңдер ма? Кәсіпқой бокс стилін үйренемін дейтін болсаңдар. Шындақтың көтерілген кезін күту керек та ол үшін. Қазір оны қайтып көтеру керек екенін көрсетсем. Прям матрицадағы сияқты оқтан былай кетеді. Фук кетесің да. Безірейді. Қалай, нормально дейді ма? Нормально. Төбеден жаңбырлар сияқты оқтар сияқты. Оқтар удаларын өткізеді отырадан кейін. Сол кезде мен әлі осынамын дейді да, астынан сүйір шыға салсың ғой. Көп жартылып тренировкаста пақат ете бергенше осындай керек нәрсені түсініп алатын болсың да. Негізі мысалы балысқа бармай-ақ, разминка деген нәрсенің өзін мектептерде сапқа тұрамыз, оңға бұру, өкенбеген, побежали деген әңгімелердің бәрі ол осыдан бір ғасыр бұрын түсірген нәрселер ғой, былайша айтқанда. Сол үшін сен негізі дұрыс разминка ол созылып тұрмаса, созылудың түрлерін көрсету керек. Сосын главный баланы құр шашып бермей, бала не үшін деген түсіндіру керек. Қалай ұру керек, қандай тактика дұрыс, соның бәрін түсіндірсек, сонда ғана пайда болады. Пақат ете беретін болса, құр роут емес қой бала деген. Баланың өзіне миына информация жаттыру керек. Одан бөлек біздің бокс клубтың ерекшеліктері қандай болу керек, біздің боксымыз ерекше қандай болу керек. Біздің боксымызда құр роуттардан емес, бізде жүрегі бар, қазақ тәрбиесі бар. Үлкен сыйлау береді, кішіге ізетке, үлкенге құрметке сұратып тастап береді. Сол кезде біз анау қазақ тәрбиені қаймаған балаларға берген болса, сізге тең тарту керек. Ол спорттан да, айтса тыңдататын болса алдатын да жеттіріп отыр. Вот сол кезде действительно біздің бокс дамиды да. Оша дәлелеп кеткен, болмаса айнұр кесіп кеткен машина бізге керек емес. Онда чемпиондар болып қой негізінде. Бірақ елге пайдасы тимесе жастарға үлгі болатын да жеттір. Алатын нәрсесі болмаса, одан не керек? Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Мынандай кубинстар боксын киіп алсаңыз, кубинстар жақта өлесе аласыз. Российский форма киіп алсаң, онша көп болады. Esto, ¿cómo estás, maricón? Маризон деген жамансыз ғой, негізі айтпай ғой. Винтораудың андай не түрін көрсеттім, тез түрін не деп айтсын? Не? Тездегі тез көрсететін нәрсе не деп айтсын? Әннің не шыға ғой, тезді шыға ғой? Ремикс па? Иә, ремикс көрсетіп жүрмін. Винтораудың атақпайсыз варианты. Мен өзім тренировочный қарайсын алтын деді. Обычно ора беремін, бірақ ондай. Өзі 5 рет ора керек, ана 3 рет ора керек деген әңгімені ондайға мен сенбеймін. Ең бірінші осылай орайын. Бас бармақ енді керек ол, бас бармақ деген ол ондай ғой. Сол дұрыс мүмкін деп қойдым. Ол болмашы деп, бәрі көктеңсің. Короче, әр сақта жеге тартып шығғанда мен. И керек жерден тартамын ондай. Мен бұны түр-түрі көп қой, короче ше. Бірақ мына киісті тату ғой, киіс полигон екен. Қатып тұрған кезде, біздің бәрді анамның бейін тарап көтеріп өймейді да. Киісін өтіп қойып, әбжет. Көзін сек көресің, егер мына аман ішіп тұрса, терін ішіп тұрса, знаешь, сен қағай етіп жүрген алмайсың. Тамын ішіп тұрса, мына сен әлі қорчықсың ғой. Жіктер, мешок ұрудың өзін бір ғылым да. Сен бұны дұрыс үйренетін болсаң, күнде ұрғың келіп тұратын болады да. Сол сияқты, бұл жерде нақты білетін үш нәрсе бар. Ол не? Дистанция, арақашықтық. Бұл арақашықтықта үш түрлі арақашықтық бокста. Қолың жетпей тұрса, ол алыс арақашықтық, дальний дистанция. Қолың қол жетпей тұратын жер болса, яғни ол жер орта арақашықтық, средний дистанция дейді ғой. Бұл жерден қол жетіп тұр. Бұдан кейінгі арақашықтық ол жақын арақашықтық, яғни сіздің қолыңыз 45 градусқа бөгіліп тұрады. Енді бұл арақашықтықта дұрыс жұмыс істеу керек. Егер сіздің ударыңыз қарсыластың ударынан төмен болса, күшіңіз одан аздау болатын болса, мына жерді ұзақтыруға болмайды да. Басыңыз жұлып алуы мүмкін. Сол үшін запасной басыңыз болмаса, мықты көп тұрмаңыз. Раста шығып кету керексіз. Ал средний дистанция
бұл өте керемет дистанция, бірақ ояқтан да Хаксастың қолы жетеді, сенің де қолың жетеді. Бұл жерден сен бірақ көпшілігі білмейтіндер средний дистанцияда тұрып алдыға секіріп атады да, сол кезде өздері құлап жатады. Сол үшін қол жететін жерде секіріп қашты емес. Қол жететін жерде қол созу керек. Қол созады, ал қолың жетпейтін жер, бұл керемет жақсы нәрсе. Қазақтың дистанциясы әуесқой бокс стилі осы шыққан дальный, бірақ сен тек қана осы алыс арға жасайтын болсаң, өшесің конкретно, өйткені дистанцияда жүру оңай емес те конкретно айтқан кезде. Ол қиын нәрсе. Сол үшін сен рингте 5-ші орында кетпеуің үшін не істейсің? Сен осы үш арқашыда жұмыс істеуді үйренесің. Саған кеп қалса сен арада тұрып осы жерден төбелес беру керексің. Мына жерге шығып бір-екіден соқып кету керексің. И мына ашық болып шегілу керексің ғой. Сол үшін үш арқашыда білген ол обязательно. Енді әңгіме былай болады. Е десейші? Е десей? Иә. Молодец. Бокс деген сөздің өзі төрт әріптен тұрғанымен, оның сидыратын ұғымы деген ұзақ қой. Қайсы? Философия ғой, кәдімгі философия. Таңайтуға болады да, бірақ айтайын деген нәрсе бұяқта көресіз. Пока сендерден не требуется екенін, сенен не қаланатынын, сенен не күтетініңді түсінбейінше, құр бет алып атып, еще бер, бет алып атып, лапыра бер, дым пайда бер. Әңгіме жоқ, дауыс шығар, тақ-тақ-тақ деген дауыстар шығар. Лапырадан чемпион беру, бірақ бокстан не кәдімгі. Сол үшін, мен маған Пуманың ең мықты бапкері Сагара деген кісі лап ұстады. 32 рет олимпиада чемпионы дайындаған. Оның екеуі жүріп бардым да. Ол мысалы есеп. Оны жүректе терлемей шығасың да, футболканы қалай керек, қалай деген. Дәл солай шығып кеттік та. Соны айтты, ол сендер не сақ тере аласыңдар, сендер бірақ мен сендерге білім беремін, сендер түсініп алу керексіңдер. Түсініп алған адам өзіңді өзі істеп алады да. Бізде тренер сөйлетеді де, бірақ түсіндірмейді да. Ана аузына қарап жүрген бар айтты, өмір бақишы. Ол бала робот емес та, ол өзі де теннисте істей алу керек. Рингтің ішінде ол қанша сен тренерге жақсы көрмейді, саған рингке шығып қарсысыңа жабылып көмек береді, дұрыс па? Паразан бұл, әңгіме бірге болып шешеді, сол үшін боксердің миында болу керек та, ол нәрселердің бүкіл информация, бүкіл білімді, ол тренердің миында болған әрине жақсы. Тренер балалардың басын, миын ашып әперісті, түйіп пайданы жоқ көру керек қой, біздің көшенің айтқан кезде. Сол кезде ризат болады. Қор болмайтын разминка, сол болмаса жаңағы бір күн төбелестерге салу деген ол не емес та, ол күнгі дәреже емес. Кейбіреулер лап ұстап береді да, лапаны ұру деген ол кішкентай баланың әңгімесі деймін. Кішкентай балаға қолымыз бокс десек, кішкентай балада бокс ұрады да. Лапыда мақсат ол емес та, неге защитание беру, қорғану, контратака істеу, ол уже действительно уровень да, ол класс көрсетті да, құра беру деген ол екінші нәрсе. Негізі бізде деймін да, көбінше қазақ әуесқой бокс школасын көп бапкерлердің үйрететін, тізесі конкреттен шыққанда плотно шығып кеткен, бір-біріне соғылып, жұқпай жүрген комбинацияның бірі. Ол не? Енді ол өте күшті комбинация, әңгіме жоқ, сөз жоқ. Оның істей білгенде өнерді, бірақ ол боксер үшін, жақсы боксер болған деген адам үшін өте аз. Мысалы оны көп біледі. Раз, два, қол сөйтіп, темір болып тұрады. Қайтадан көрсін. Осыны ұрдық қой, 10 жыл ма осыны ұрдық қой конкретно. Қазақстан аренда жүрген жүріп қой. Бірақ айтайын дегенім, мысалға раздан жайлап көрсек, разда ұрғаннан кейін көп өзіне ақша істейміз да, мына жақтан мынаны ұрады, болмаса мына жақтан мынаны ұрады да прямой. Ол деген адамның бір жағы примерно сіздерге түсінікті тұрақ болу үшін алматы білетін берейін, мынау алтын орда, мына жақта Таскенен, мына шаттар болатын болса конкретно. Біз Таскенен мына жақтан ұра беретін болсаң одан пайда жоқ. Екінші жақтар ол жол салу керек, қараң, разда ұрадың қара. Көп кетіп, оны мына қарай көріп тұр. Мына жақтан қаншама витаж жатыр, Көктөбе, Есентаймол, Самал. Мысалға неге? Өйткені мына жақта пешім бар, бауыр бар, жақып бар, сол үшін көп айтады. Мына қарай укол істесең, мына жақтан оң қол келіп тиеді дейді да. Әңгіме жоқ. Егер ондайдан қорқатын болсаң, үйде бокста
боксқа қатыспау керексің. Үйде отырып боксты тек қана телевизордан көресің конкретно. Бірақ выход бар да. Сол үшін шешінген судан дайынбайды дейді. Чебекпенен қорыққан егін екпейді дейді да, енді боксқа қатыспай ақ қойын деп. Мен айтайын дегенім, бұл бокс өз суды дейді, боксқа келді, өзі рисковать етпесін. Конкретно бұл жақта сол үшін қараңыздар. Осы жақта бақы отыратын болады, осы жақтан пешін орны болады. Түсіндіңдер ма? Обязательно разған, мысалы, өтірік разбар отырып, өтіріктен разбар. Бірақ күшті мына ұлдар қасамыз. Ерек пешін қасамыз, қара. Өтіріктен разбар отырып, көп пешін қасамыз өреміз. Дәл солай да? Бесплатный ештеңе жоқ қой. Рисковать етесің, әңгіме жоқ, жаныңды болсын, бірақ басын көп рақат болсаң, ешкім ұрамайсың. Пешін тұрасың, басқа тұрасың, көрдіңіз ба? Сол себепті екі жаққа арасында алдымызда әскери, ана жақта самал, таугүл, тұзда бір той райындап тұру керек кішкене. Мысалы, әңгіме жоқ, бізде елімізде әр өңірінде бокс мектептері бар, барлығы біз әуесқой бокс мектебін ұстанамыз. Бокстың өзінде, бокста кәсіпқой әуесқой дейтін екеуі жермен көртеді. Қазақша көзбен еркін көз шықты, екеуі армасын жермен көктеді байсаң. Кейде болады, әуесқой бокстан чемпиондар, кәсіпқой бокста чемпиондар естерінен отырып қалып отыр. Не үшін? Кәсіпқой бокста. Ол мысалы көкпар болатын болса, бәйге болатын болса, кәсіпқой бокс деген ұзақтыққа шабатын аттарды ғой. Оларды сол уақытта. Сол себепті кәсіпқой бокста ұлдар қою керек. Ұлдар болмаса сен ешкім тұра алмайды. Сен пацан деп көреді, атпен чоғып қолғасы қоятын жігіттер ретінде көреді сен. Брашка деп. Сен де брашка деп, не үшін брашка, сен де бір ешкім шығар деп көреді. Сол үшін елге братан болу үшін, сені сыйлау үшін ұлдар болу керек. Соны айтайын дегенім, кейбір кезде әуесқой бокстан қатысқан қазақтың жастары мен бәрін білемін, бәрін мықтымын деп жүреді. Орыстарда совершенство нет предела дейді. Дамуын тоқтатпау керек. Мен бәрін білемін деген кезде, білемін деп айтқан күні сен тоқтайсың ғой, қаталау сен ары өспейсің. Бірақ білу керек та, орыстардың тағы бір күшті мақалы бар. Бидағат мақалдар енді айтады екен да. Твой потолок чей-то пол дейді да. Әсіресе көп қабатты үйде тұратындар ғой. Сен потологың осы мен білдім, жеттім деген кезде, ол біреудің полы да үстіндегі этажыңшы. Сол себепті ұмытпау керекпіз. Әрқашан бізде өсуге мүмкіндік бар, өсу керекпіз. Білім алу керекпіз. Кәсіпқой бокс стилін үйренемін дейтін болсаңыздар, енді мен өзім түсінген нәрсені елге түсіндіріп алатын мүмкіндігім бар. Кәсіпқой бокс стилінде ұзақ ойды сол бокс үйренемін дейтін болсаңыздар, америкалық, мексикалық стиль үйренемін дейтін болсаңыздар, мен аба боксинг академия ашқам. Алдағы уақытта сол жерде сол бапкерлермен бөлісемін. Ол бапкерлер сіздермен бөліседі, өзім де бөлісетін боламын. Өсіп заманымыз көріп, қазақ боксы келесі бір үлкен деңгейге жететін болады. Кішкентай шақтарымен осы сақалы бар қазақтың арқасында қазақ боксы мүмкін үлкен бір нәрсеге жетіп алса, мен қуанышты болар едім. Сосын көбіміз, мысалы, алдыңғы отырамыз да, алдыңғы күтіп тұрамыз, алдыңғы отырып, шөп деп нағырамыз да, или болса, укон істейміз да, нағырамыз ішкеші. Жоқ, дәл солай, алдыңғы отырамыз, нағырмай. Оп, не қойып отыр. Әдет қой керек, бір рет, не қойып отыр. Мысалы, алдыңғы өзім көмсіп отыр. Көбінше қалай, алдыңғы отырасың, ол да саған алдыңғы отырасың. Сол кезде қойып. Мысалы, алдыңғы отырасың, қайдан алдыңғы отырасың? Алдыңғы не қақ, бір рет не қақ, бір рет не қақ. Шатасың көріп, қарсыласың ақымақ емес. Ол саған аспанға қарап қорада қой санап жүрген адам, бес олда дайындалып сені күнде істетін өшірімде күнде дайындалып жүрген жігіттер бір да біз ба? Сол үшін алдамасаң болмайды. Мына қойсаң қоямын. Болмаймын да ол кезде. Одан кейін анда мына қасым қойып прямой тоқ жүрегім жүріп дегенсінде. Тоқ мына қасымда аса бұл жүрегім. Көрдіңіз ба? Бір әрқайсысына ұра беруге болмайды. Мысалы ұрамын қара. Опа, кетіп қалдым, болмай қалдым. Одан кейін опа, көшіп қоясыз. Дәл солай. Чтобы брать надо давать деген әңгіме бар ғой, бұл бизнеста ғана емес, бокста да бар. Бесплатный цирк только на мышеловке деген мақалдардың бәрі солай да. Өтіріктен ұрысып қойды арасында, базура, холодильник қойын деген сияқты, бірақ екіншісінде күтіп аласың да астынан. Сәлем дейсіз ба, ассалаумағалейкум братан, қош келдің деп. До конца. Түсіне ма? Бір рет деп, до конца ғой. Табитесің. Қалай түсіндіңдер ма? Түсінген болсаңдар лайк басып, комментарий жазып, ең жақын достарыңа жіберсең болады, или болмаса
кімді ұрайын деп жүрсің соған жіберіп қойсаң болады да примерно дайындала бер осы ударынан бір екеуін саған басынан көрейікші қара ұрмай қоймай Representation from Karaganda Champions of the World Triple D Айбек Big Drama Show арасында шалып кетіп қалған осындай сөздерді шығарып тұрасың обязательно онсыз болмайды онсыз қазақ емес ой әкең деп короче бүгін қарсыластың пешін көздей бергенше пештің арт жағында оң қол жағында да оны ұру деген действительно бір жерден бір құдықтан алдында болған сияқты қиын да оны ұрғызу оңай емес та бер жағында ең мынау магазин лавка сияқты бері шығып тұрған нәрсе ол жүрегінің астында ол яғни не қарсыластың сол қолының астында егер ол шындағы былай тұрса ол шындағын ұрып қолын сындырасың да ол керек емес шындақтың көтерілген кезін күту керек та ол үшін қазір оны қайтып көтеру керек екенін көрсетсем короче былай болады например мен алдыңға отырамын қараңыз мен алдыңға себеп алған кезде ол да алдыңға жауап береді мен укол мына қайсысынан тағы ұрам ол тағы да укол мына қайсысынан екіншісінде мен істеймін мынаны ұрам да ол да маған жауап береді сол кезде басымды прям матрицадағы сияқты оқтан былай кетесің фук кетесің да и қолыңды жүрек басына қарай бетіне безірейіп жүрек басына тығып жібересің ғой жүрегі тік деп тоқтап бара жатады да сол кезде ол деген өте қиын нәрсе басына қамырын алу короче сол үшін яғни қара қалжа шақырып отырмын да берген көктім да оған кезде жүректің астына қарай басын мына жаққа алып тұрамын да жүрегін қадап жіберемін бетіне қарап тұру керек та оны қалай нормально дейді ма нормально ничего әлі адам болып кетесің түсінер ма екінші вариант бар енді тағы да бар ол енді жақындағысы келмейді уже алыстан жүріп төбелескісі келетіндер бар ғой мысалы туысқанмен алыстан араласайық дегендер бар ғой сосын алыстан араласатындар бар бокста да сосын екіншісінде ұрып жатқан кезде ана жайлап сол кезде прямой да басты аласың да короче астына кіріп кетесің да жүректің астына тығып жібересің и не үшін өзің удармен бірге удардың линиясында отырасың да төбеден жаңбырлар сияқты оқтар ударлардың өтіп кетеді отырадан кейін сол кезде мен әлі осынамын дейсің да астынан сүйреп шығарып саласың ғой болды сонымен сөз бітеді ұйқы бастады ғой жағынан сол үшін базайды қараңдар рас опа кетіп қаласың опа кетіп қаласың жүрек астына тығып жібересің өтіп кеткен все четкий нәрсе көп жыртылып тренировка пахать ете бергенше осындай керек нәрселерді түсініп алатын болсаң да бір жекпе-жек болсын бір екі үшеуін біліп шығатын болсаң сенде уже запас бар багаж бар сен осыны по ходу пьеса көресің қайсысы ыңғайлы соны істей бересің ғой тек осыған ғана естіп шықпаңдар осыны күтіп жүріп өздері құлап қалуың бірақ осыдан бөлек 3-4 тағы да осындай дайындаған нәрсең болатын болса үй жұмыс сияқты ол сосын қалған енді бойың барысында көресің да енді сол негізі осы мүше үшін залға келудің қажеті жоқ та негізінде былай қарасаң біз әр қазақ чемпион боламыз батырмыз бабаларымыз батыр болған деген әңгіме айтамыз ғой разговор жоқ оған ешкім сомнений жоқ та бірақ енді біз енді әлемдік деңгейде боксымыз бірінші орынға шығу үшін әр қазақтың бір мүшек болу керек деп ойлаймын әр қазақтың үйінде бір мүшек болса оның өзі біріншіден уверенный болады удар қойған болады мысалы бүкіл дагестанецтар ММАшник қазір кезінде киносына қарап бәрін каратист ойлап жүрді ғой сол біздің боксерларды да біздің қазақ дегенде бәрі боксер деген қазақтардың ұрғанын төтенше рет деген түсінік қалыптасса деймін да өйту үшін әрқайсысының мүшектер керек ол қол жетімді нәрсе ғой былай қарасаңшы мүшектің арасына мүшекке жынтығып қайтып қосын жасап ұрсаң болады да негізі сылтау енді онда бір мүшек тұрғанның артықшылығы неде да күнде адам дистанциясын удар қоя алады өзіне деген сенімділік артады біздің көп ұлтты мемлекет және басқа ұлттар біз ешқашан басылмайтын болады да ана қазақта айтты ғой жаңағы өзіңе мықты көршің дұрыс па дейді ғой дәл солай сияқты да анау жаман мынау бүйтіп кетті мынау түсіп кетті демейді сен әр қазақтың досың мүшек болса оны әкесі тұрған баласы қарап алса біз действительно андай саналы ұрпақ тәрбиелейміз да ішімдіктен анадан алыс вот бала никогда бала айтқанын істейтін болса бала деген
жерде жүрмей марастасып жүреді да, айтқанмен жүреді мысалы. Бірақ айтқанмен ешкім жүрмейді да. Бала айтқан емес көрген істейді. Сол жерде әкесі неше жыл дайындалып отырса, әкесінің өзі деген сенімі мықты болса, біздің қоғам өзгереді. Біздің қазақтарды орыс ететін болады халық. Бізде көп ұлтты мемлекет, иә, біз ол әңгіме жоқ, күш шығар бірақ шаңырақ қағара дейтін айтылатындай біз өзіміз неміз болу керек. Өзімізге деген сеніміміз болу керек. Өзің де бұрында батыр бабаларымыз ойлайсың ба, олар батыр болып туып деп. Батыр болып туған шығар, бірақ олар күнде жаттығып істегенде доғал садақпен жаттыққан, аттың үстінде жаттыққан. Әңгіме жоқ қазір, анау жоқ, мынау жоқ болуы мүмкін, ат жоқ. Багастыра кетер, бірақ үйіңе оқып беріп бешеу қоятын болсаң, ол да сенің батырлығыңның бірі да.